Әкеден ақыл, анадан мейір деген мақал бар қазақта. Әрбір бала өмірдің сырын білуге талпынады. Өзіне бейтаныс болған әрбір нәрсені қолына ұстап, дәмін татып көргісі келеді. Ол білуге тоймайды. Әке соған жақсы мен жаманды, арам мен адалды үйретіп танытуға міндетті. Баланың тәрбиесі дұрыс болуы үшін кейде қаталдық та керек болады. Ал ананың балаға деген мейірімі ерекше. Баласын аяп, аялап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, тіпті әкесінің қаталдау тәрбиесінің өзін ауырсынып араға түсіп жататын кезі болады. Әрине, баланың мейірімді болып өсіп жетілуі үшін де мейірім көріп өсуі керек. Сондықтан шығар, кейде 10 ақылдылың болғанша бір мейірімді балаң болсын деген мақалдың айтылатыны. Мына бір ғибратты әңгімеге мән беріп көрейік. Нұрбол деген бала әкесімен бірге үлкен тау жартастарының арасымен серуендеп келе жатқан еді. Кенет Нұрболдың аяғы кішірек тасқа сүрініп кетіп, «А!» деп айқайлап жіберді. Сол кезде жоғарыдан «А!» деген дауыс естілді. Нұрбол өзінің дауысы қайталанғанына таңырқап, «Сен кімсің?» деп дауыстағанда, Нұрболға жоғарыдан «Сен кімсің?» деп жауап келді. Нұрбол мұны мазақтап жатыр екен деп ойлап, ашуға булығып, «Сен қорқақсың» деп айқайлады. Таудан шыққан дауыс та «Сен қорқақсың» деп жауап берді. Қатты ашуланған Нұрбол әкесіне қарап, «Әке, бұл кім өзі?» деп сұрады. Әкесі, «Ұлым, менің сөзіме құлақ сал» деді. Тауға қарап тұрып, «Мен сені жақсы көремін» деп айқайлады. Таудан «Мен сені жақсы көремін» деп жауап келді. Әкесі тағы да айқайлап, «Сен әдемісің» деді. Жауап «Сен әдемісің» деп келді. Нұрбол не болған түсінбей таң қалып тұрып қалды. Әкесі жаңғырықтың сырын былай деп түсіндіріп берді баласына. Бұның атын жаңғырық дейді. Жаңғырық адам баласына көптеген нәрсені үйретеді. Сен бұл өмірде не істесең, істеген ісіңнің сыбағасын аласың. Өмір айна сияқты. Сен қандай болсаң, солай көрсетеді. Егер мейірімділікті қаласаң, мейірімді болуға тиіссің. Адамдардың сабырлы болуын қаласаң, сен де сабырлы бол. Ал енді адамдардың қайырымды болғанын қаласаң, сен де қайырымды бол. Бұл өмір заңдылығы. Өмірде кездейсоқ нәрсе деген жоқ, сондықтан өзің түзелмесең, өзгелерді де түзе алмайсың. Шәкәрім Құдайбергенұлының мына бір өлеңімен аяқтағым келіп отыр сөзімді. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз ойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше дейді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, айналамыз жақсы болсын десек, өзіміз өзгеруге әрекет жасайық. Аман болыңыздар.